Армысыз ағайын, эфирде ашық әңгіменің бүгінгі қонағы Базилов Бақытжан Жолдасбекұлы, Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Қош келіпсіз. Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте жақсы, жұмыстар өте көп, барлығы тамаша қазір жағдайда. Тамаша. Олай болса сұхбатымызды бастаймыз. Жалпы жыл соңында, 2020 жылдың соңында барлық басқарма басшылары өздерінің жыл бойы атқарған жұмыстары туралы есеп берді халыққа. Десе де дәл сол атқарылған жұмыстарды жіктеп, нақтылап, айқындап, толыққанда айтып беру үшін өзіңізді арнайы шақырып отырмыз. Келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сонымен сөзімізді анадан бастайықшы. 2020 жыл барлық әлем бойынша, еліміз бойынша оңай болған жоқ. Дәл соның ішінде осы денсаулық сақтау саласына өте ауыр тигені анық. Десе де бұл бір жүкті барлығымыз көтере алдық. Және осы істің басы қасында өзіңіз жүрдіңіз. Қаншалықты осы жұмыстар сізге бір ой салды дейікші? Жалпы 2020 жылы сіздің сөзіңіздің қоштай отырып айтқым келгені бүкіл әлем үшін өте бір сын жыл болды. Соның ішінде денсаулық сақтау саласына да сын болды. Біз көптеген өзіміздің кемшіліктерімізді көрдік. Бұрын байқамаған, бұрын назар салмаған көптеген жетістіктерімізді көрдік. Біз бір-бірімізді бағалай бастадық. 2020 жылы ол басқа жылдардан ерекше болды. Әрине оған қарамастан біз өзіміздің бізге қойылған тапсырманың бәріміз орындап шықтық. Жаз айында 2020 жылы пандемияның бірінші кезеңі бәрімізге өте ауыр болып тиді. Өкінішке орай көптеген өте білікті, сенім артып жүрген соңғы үмітіміз сол осы дәрігерлерде ғой деп үміт артып жүрген 21 дәрігерімізден де айырылып қалдық. Ол кісілердің барлығы 100% осы жұмыста жүрген кісілері де өздерін ауырса да, егер мен болмасам басқа біреу бұны емдей алмайды ғой деген қаншама өздеріне диагноз қойып, яғни осындай бір үлкен батырлық жасап, өкінішке орай ол кісілер қайтыс болды. 400-ден аса медицина қызметкерлеріне біз, осы ауырған қызметкерлерге біз бәріне оларға үстемақы төледік, оларға рахметімізді айтып, алғысымызды білдірдік. Мінекей, жалпы пандемиядан бөлек те медицинада көптеген жұмыстар бар ғой. Біз ол пандемияны бірінші приоритетке қойған өзінде де басқа жұмыстарымыз өте көп. Ана мен бала өлімін болдырмау, онкологияны азайту, жүрек қан тамырлы ауруларын азайту, өлім жітімді жалпы азайту. Мінекей, бұның бәрі бір бағытта жүріп, әрине медицина қызметкерлеріне, соның ішінде денсаулық сақтау саласындағы жүрген қызметкерлер өте қиын болды. Алайда 2020 жылы біз сыннан жақсы өттік. Біз өзіміздің қызметімізге өте адал екенімізді анықтап бердік, жұмыс жасадық. Қорытындылай айта келетін болсақ, 2020 жылы бізде көптеген проектілеріміз іске асты. Біз көптеген көрсеткіштер бойынша денсаулық сақтау министрлігінің алдында, жалпы үкіметтің алдында біз көптеген көрсеткіштеріміз бойынша алдыңғы шепте болдық. Ол мынау бірінші кезекте өлім жітім санын азайту, онкология, қайталап өткен қан тамыр аурулары және де басқа аурулар бойынша біз бағана көрсеткіштеріміз өте жақсы болды. Түсінікті. Енді жоғалтқанымыз да бар, десе де біздің бір мүмкіндігімізді де айқындап берді. Яғни қандай жағдай болмасын, біз не істей аламыз деген сияқты бір сауалға да жауап келгендей болды, иә? Ұтқанымыз да бар дегім келеді. Енді 2020 жылды өзіңізде қорытындылап жатсыз ғой, ұтқан тұстарымызға тоқталыңызшы. Осындай қиын-қыстау кезеңде қандай жобалар жүзеге асты толықтай, иә? Неге қол жеткіздік? Бірінші өте керемет жоба болып, бізде мынау жедел жәрдем бригадалар туралы тоқталып кеткім келіп жатыр. Ол да бір осы денсаулық сақтау саласының осал тұсы еді осы күнге дейін. 2019 жылы бізде бар жоғы күніне 50-60 қана бригада тәулігіне жұмысқа шығатын еді. Миллион халқы бар қаламызға бұл өте аз еді. Машиналардың бәрі тозығы жеткен болатын. Тозығы жету пайызы өте жоғары тұғын. Бір күн жұмыс істесе 3 күн ремонтқа тұрып қалады. Оны бана қосалқы бөлшектерін таппаймыз, немесе басқа да шақыртуға баратып жарты жолда бұзылып қалады. Оны әлеуметтік желіде өте көп ол туралы ақпараттар болды. Бана фельдшерлер немесе дәрігерлер осы машинаны итеріп жүр. Ең бастысы халыққа дұрыс қызмет көрсетейік деп. Осындай бізде үлкен қордаланған мәселе бар еді. Мына 2020 жылы
біз Шымкентке түрк компаниясынан 100 автокөлік алынып келді. Өте сапалы автокөліктер. Тек қала аумағында? Да, тек қала аумағына 100 автокөлік алынып келді. Автокөліктер өте сапалы, ішінде толық құрал жабдықтармен жабдықталған. Бұрында мысалға бригадаларға дефибриллятор, ЭКГ жетіспейтін еді. Қазір ол жердің барлығы бар, ішінде транспортный шиналары бар, ЭКГ, дефибриллятор, басқа да құрал жабдықтардың барлығы бар. 100 машина келіп, біз осы пандемия кезінде олар өте жақсы жұмыс жасады, қазір де жұмыс жасап жатыр. Сол кезде біз мынау кейде дәрігерлермен, әріптестермен отырған кезде айтамыз, осы егер сол машина келмесе, машина келмеген кезде, онда жаз айындағы пандемияда біз өте қиын тиетін еді бізге, қиын тиетін еді. Мінекей, осы бір жетістігіміз бұл банағы жекеменшік мемлекеттік әріптестік жобасы аясында іске асқан өте үлкен проект болды. Олар өздері жаңа офис соқты, керемет қылып. Сол жерде мынау Турцияда, Европа елдерінде 18 жылдан аса қолданып жатқан программалары бар. Өте ыңғайлы программа. Сол бағдарламаны бізге алып келіп орналастырды. Нәтижесінде қазір дәл таңда осы жедел жәрдем жұмысы толық бітті деп айтуға болады. Әрбір фельдшердің қолында планшеті бар. Бұрынғыдай рация мен телефон арқылы берілмейді, өте ыңғайлы. Яғни қай жерде сол бригада босап жатыр, сол жерге бана шақырту түссе тез барады. Бұл яғни біздің Қазақстан бойынша, яғни шақыртуларға кешігіп бару пайызы Қазақстан бойынша бізде ең төмен Шымкент болды. Мінекей біз осыдан бірінші орын алдық. Тамаша. Өте жақсы көрсеткіш. Одан кейін Қазақстан бойынша осы жедел жәрдемнің ерте баруы, одан кейін сәтті аяқталған реанимация дейді, яғни қиын жағдайда адамды құтқарып қалу, ол да бір көрсеткішіміз. Осы, одан кейін бана түрлі шағымдардың азаю бойынша Шымкент қаласы 2020 жылы 3-ші орын алды. 3-ші орын алды. Нұр-Сұлтан, Астана қаласы, Алматы қаласынан кейін біз Шымкент 3-ші орын алып отырмыз. Міне біздің үлкен бір сәтті аяқталған осы проектіміз. Одан кейін бізде мынау Қайтпас елді мекенінде 10-ші емхана бар. Ол жерде қазіргі таңда қаламыз сол аймаққа ауып жатыр ғой. Жаңа Шымкент Сити, Нұрсат, Нұртас, жаңа шоғырланып жатыр. Сол жерге бізде бір мәселе бар еді, ол емхана. Емхана, яғни кішкене ғана емханада бір 50-60 мың халық қызмет көрсету өте қиын еді. Әрине, бар жоғы бір 1000 квадрат жерде 50-60 мың халыққа қызмет көрсету өте қиын болады. Мінекей нәтижесінде біз сол Нұртас елді мекенінде үлкен атамекен деп аталатын жекеменшік мемлекеттік әріптестік жобасында да емхана аштық. Бір ауысымда 500 адамға дейін қабылдай алатын емхананы аштық. Олар алайда бірақ ол емхана 2020 жылы пандемия кезінде тек қана провизорлық көмек көрсетті. Қазір мына 2021 жылы ол жерге біз сол Қайтпас елді мекеніндегі Нұртас және Тассай елді мекеніндегі халықты сөрге тіркеп, яғни жұмыс жасайын деп жатырмыз. Одан кейінгі біз көптеген емханалы ауруханаларымызды күрделі жөндеу жұмысынан жасадық. Атап айтатын болсақ, қалалық номер 2-ші аурухана халық аузында Фосфоршылар ауруханасы, халық аузына аталып кеткен. Ол аурухана 65 жылдан бері күрделі жөндеу жұмысын көрмеген. Өте ескі ғимарат тұғын, өте ауқымды жерде орналасқан ескі ғимарат тұғын. Ол көп салалы аурухана, ол жерде тек қана стационар емес, ол жерде емханасы да бар, босану үйі де бар. Ол жерде көптеген, мінекей осы бізде проблеманың бірі еді, 2020 жыл соны күрделі жөндеуге қойып, қазір таңда керемет ауруханамыз бітіп жұмыс жасап жатыр. Одан кейін мынау Таукехан көшесіндегі біздің номер 1-ші емханамыз, оны да күрделі жұмыске қойдық. Оны қазір қалада тұрғындары оны көріп жатыр, өте әдемі шықты. Түсінікті. Мына осындай емханаларымыз күрделі жөндеуден өткіздік. Түсінікті. Енді қараңызшы, 2020 жыл пандемия кезінде біраз қаржы бөлінді ғой осы салаға. Және де қаншама жүздеген жаңағыдай тыныс алу аппараттары сатып алынды, қаншама құрылғылар, жабдықтар алынып жатыр. Енді бұда Құдай қаласа бұл карантин біткеннен кейін де осы қаншама қаржыға алынған, мемлекет қаржысына, жеке инвесторлар қаржысына алынған осы құрылғылар дейікші, қаншалықты пайдалануда қажеттілік болады оларға? Яғни біз мына коронавирустың 2-ші толқынына түбегейлі дайындалдық. А, Б, С деп аталатын сценарий бойынша дайындалдық. Ол жерде А, Б, С сценарий бойынша ол жерде төсек орын санына байланысты болды. Яғни А сценарий бойынша 1000 төсек орын болатын болса, Б сценарий бойынша 3000-нан аса, С сценарий бойынша 5000-нан аса төсек орын біз оны дайындадық. Әрине осы төсек орынға байланысты біз ол жерде жабдықтау үшін құрал жабдықтарды алдық медициналық.
Мысал ретінде 2019 аяғы 2020 жылдың басында Шымкент қаласында миллион халқы бар Шымкент қаласында бар жоғы 300-ден ғана өкпені жасанды желдету аппараты ғана бар еді. Қазір таңда оны біз санын 600-ден асырдық. Және де олардың барлығы қазір таңда қолданылып жатыр. Коронавирустың екінші толқыны болмаса да біз оны жай халыққа басқа да диагноздармен қолданып жатырмыз. Одан бөлек бізде көптеген құрал жабдықтардың барлығы алынды. Олар біз үшін керек еді. Мынау дұрыс түсіну керек, егер пандемияның екінші толқыны болмай қалса, ол құрал жабдықтарды не істейміз деген осы сұрақтың жобасында болып отыр ғой, сіздің тақырыптың жобасында болып отыр сұрағыңызда. Олардың бәрі бізге керек, себебі миллион халқы бар мегаполиске бұл құрал жабдықтар баяғыдан керек еді. Тек пандемия кезінде емес, баяғыдан керек еді. Бірақ енді мына осыны пайдалана отырып, осы жағдайда біз оның бәрін алып алдық. Қазір таңда бізде реанимация бөлімшелерінің барлығы 80%-дан аса осы құрал жабдықпен жабдықталған болып отыр. Әрине бізде ол құрал жабдықтарды мынау шаң басып тұрмас үшін оның бәрін біз қазір барлық ауруханаларға таратып бердік. Мысал ретінде мынау өкпеге қажетті концентрат, кислород концентраты, оттек концентратында бізде спонсорлардан келген концентраттар бар еді. Оларды да біз емханаларға таратып бердік. Максималды түрде пайдаланыңыздар. Науқастар келген кезде беріңіздер, қолданыңыздар деп. Мінекей қазір бізде бір қоймаларда шаңып жатқан құрал жабдық жоқ. Түсінікті. Бақытжан мырза, айтыңызшы, өзіңіз енді мамандығыңыз, тікелей мамандығыңыз кім? Мен тікелей мамандығым, мен жедел жәрдем ауруханасында жұмыс жасағам. Қазіргі таңда тікелей мамандығым мен терапевт болып жұмыс істегем, кардиолог болып жұмыс істегем. Түсінікті. Өзіңіз білесіз, 2020 жылы білікті мамандар біраздан айырылып қалдық қой, дәл осы пандемияның қақ ортасында жүрген, адамдармен тікелей жұмыс істеген. Десек те бұл салада дәрігерлер, аса білікті дәрігер жетіспейді деген мәселе ол бұрыннан бар. Дәл қазір таңда Шымкент қаласында қандай дәрігерлер жетіспейді? Дәл қазір Шымкент қаласында бізде босану үйлеріне анестезиолог реаниматологтар жетіспейді. Бізге балалар хирургы жетіспейді. Және де жай ауруханаларға реаниматологтар жетіспейді. Бұл бағытта қалай жұмыс жасап жатырмыз? Бізде Шымкент қаласында Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы бар. Одан кейін облыс бойынша бізде халықаралық қазақ-түрік университеті бар. Мінекей осылардың басшыларымен біз меморандум жасап, бізге жетіспейтін мамандардың бәрін оларға біз санын айттық, және осы жылы бізге олардың бәрін дайындап беретін болды. Түсінікті. Сонымен қатар біз білеміз, өзімде күнде куә болып жүрген жағдай бар. Кәдімгі мемлекеттік емханалардағы кейбір дәрігерлер жаңағыдай жеке емханаларға, медициналық орталықтарға ауысып жатады. Енді өзіңіз бір сөзіңізді айтқансыз, медике дейікші, сол жерде дәрігерлердің еңбек ақысы 2 миллионға жуық деген. Осы рас қой? Жалпы қазір таңда осы алшақтық жаңағыдай мемлекеттік мекемедегі дәріханалардың азаюына, жақсы жалақыға, жалақы алғысы келіп жекеменшік неге ауысып жатқандығын, осы алшақтық емес па? Жоқ, бұл алшақтық емес, бұл өте дұрыс жасалып жатқан саясат. Себебі бәсекестік болу керек. Бәсекестік нәтижесінде ғана бізде сапа туады. Бәсекестік болмаған жерде, конкуренция болмаған жерде, ол жерде сапа болмайды. Мысал ретінде мемлекеттік ауруханада жұмыс жасап жатқан дәрігер, егер сол дәрігер жекеменшік клиникаға не үшін ауысады? Екі жағдаймен ғана ауысады. Яғни бірінші жағдай ол материалдық жағдайы, екінші жағдай ол жерде бағана комфортный условия. Жұмыс істеу кестесі ыңғайлы болуы мүмкін. Жұмыс істеу кестесі ыңғайлы болу, басқа да өте көп мәселелер бар ма? Осы жағдайда ғана ауысады. Осыған біз мемлекеттік аурухана, мемлекеттік емхананың бас дәрігерлеріне біз қазір осыны көрсетіп отырмыз. Оны көрсетпесек те белгілі. Егер сіз жұмысты жасағыңыз келетін болса, сол дәрігердің айлығын көтеріңіз. Ол дәрігердің айлығын көтеру үшін сіз яғни мықты менеджер болуыңыз керек. Мемлекет тарапынан беріліп жатқан өте үлкен қаржы. Өте үлкен қаржы. Мысал ретінде айтатын болсақ, биылға бөлінген қаржы өте жоғары қаржы. 2019 жылы бар жоғы 44 миллион көлемінде, қазір 80 миллионға жақын, миллиардқа жақын. Айлық жалақы? Жоқ, жалпы Шымкент қаласына бөлінетін денсаулық сақтау саласына ақша. Мінекей соны мемлекеттік аурухана, мемлекеттік емханаларға біздің яғни қойып отырған талабымыз, сіздерден дәрігерлер кетпеу керек жекеменшікке. Барлық жағдайды жасауларыңыз керек. Біріншіден оларға дұрыс кабинет беру керек. Мен тікелей тапсырмам бойынша бәріне бөлмелерін дұрыс жасау керек. Дәрігерлер олар дұрыс креслода отыру қажет.
Ол дұрыс үстелде отыру қажет, оған дұрыс компьютер болу керек да, оның үстіндегі халаты таптаза болу керек. Мінекей осы жағдайда сол дәрігер науқаспен осы кезде ғана творчестволық жұмыс жасайды. Егер оның кабинетінде свет бір өшіп бір жанып тұрса, интернеті істемей тұрса, отырған үстелі жыртылып тұратын болса, да, басқа да бір терезесі жабық, қараңғы жерде отыратын, сол қандай жұмыс істейді? Ол ешқандай жұмыс жасамайды. Ол келеді, күні бітіп жатыр, айлығын алып жатыр, болды. Мінекей бірінші мен қойған тапсырмам осындай еді. Оның бәрін қазір жасадық. Екінші, олардың жалақысы бойынша. Қазір барлық емханалар, ауруханалар, олар жалақыны көтеруге бас дәрігерлердің өзінің құқығы бар. Егер сізден мықты маманыңыз жекеменшікке кетіп жатса, онда ол тікелей сіздің кінәңіз. Яғни сіз оған жалақысын көтермедіңіз, сіз оған ешқандай жағдай жасамадыңыз, әрине ол кетеді. Ал жекеменшік клиникаларға біз мынау дәрігерді өздеріңізге алмаңыздар, немесе бұл дәрігерді қабылдамаңыздар деп айта алмаймыз. Себебі бұл нарықтық экономика, айлық қажеті көп береді, барады. Жекеменшік клиникаларда қазір дәрігерлердің айлықтары миллионнан асады, ол рас. Ол рас, себебі өте үлкен операциялар жасайды ғой. Мысалға, тізе буын эндопротезі, немесе жамбас буын эндопротезі. Бұл жоғары мамандандырылған медициналық көмек түрі. Операция 5-6 сағат болады, өте қиын операция. Мінекей осын жасайтын дәрігерлер, олар 200-300 мың теңге айлық алмау керек, олар миллионнан аса айлық алу керек. Оған ондай жағдай жасау керек, себебі бұл өте үлкен, бұл жерде тәуекел бар. Сол шақта мынау кардио орталық, кардиоцентрде жүрекке жасалатын операциялар, өте күрделі операциялар, көзге жасалған, жалпы негізі операциялардың барлығы күрделі деп саналады, оңай, қиын деп айтылмайды. Бұл дәрігерлердің бәрі үлкен жалақы алу керек. Күндіз-түні реанимациядан шықпайтын, күндіз-түні ауыр әйелдермен айналысатын реаниматолог, дәрігерлер, гинеколог, олардың барлық жағдай жақсы болу керек. Әрине бұнымен қоса орта буынды медбикелердің те зарплатасын біз қазір көтердік. Мына январ айынан бастап 20%-ға, дәрігерлердің айлығын 30%-ға көтердік. Бұдан да біз көтеруіміз қажет. Одан кейін бас дәрігерлердің де біз қазір жалақысын көтердік. Бұның бәрі неден туындап отыр? 2020 жылы бізде пандемия болды ғой. Сол кезде біз осы мәселелердің бәрін көрдік. Президентіміздің өзі айтқандай, медицина қызметкерлері назардан тыс қалған еді. Қазір осыған біз көңіл бөліп отырмыз. Енді алдағы уақытта жасалатын жұмыстарға тоқталайықшы. Алдағы уақытта трансплантологиялық орталық бізде жаңартылып, бізге қосылады, Құдай қаласа. Тағы да қандай бұған дейін болмаған операциялар туралы, жобалар туралы айтып берсеңіз. Жалпы 2021 жылға өте үлкен жобалар бар, оның біразы іске де асып үлгеріп жатыр. Соның ішіндегі аталып кететін болсақ, ол мынау қалалық номері 1-ші клиникалық аурухана базасында трансплантация орталығын. Ол бұрында да бар еді, қазір бірақ соны әкімшіліктің тапсырмасы бойынша, яғни біз ол жерде көркейтуіміз керек, және де Қазақстан бойынша ол 1-ші орында болу қажет. Бізге 3-ші мегаполис болғаннан кейін тура сол Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары сияқты науқастар бізге келу қажет. Біз сол жерде емдеуіміз керек. Осы бойынша қазір жұмыс жасап жатырмыз. Яғни өзге қаладан бізге келу керек. Әрине, өзге қаладан бізге келу керек. Бізде көп науқастарымыз барады ғой, Алматы, Нұр-Сұлтан қаласында. Тура сол сияқты стереотип, енді мына Шымкент қаласына да келу керек деген бағытта, яғни бұл бір шетінен медициналық туризмді дамыту үшін қажет. Мінекей осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Бір мен кешіріңіз, сөзіңіз бөлейін, батарейканы ауыстырсын. Сол қалалық номер 1-ші клиникалық ауруханада Қазақстанда бірінші рет 3-6 наурыз күні Мәскеу қаласына атақты белгілі Склифосовский институты бар. Сол жерден дәрігерлер келе жатыр. Біздің Шымкент қаласында, оңтүстік Қазақстан медицина академиясының базасында халықаралық конференция өтеді. Конференцияға Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей Федерациясы және өзіміздің Қазақстандағы әріптестеріміз қатысады. Ол конференцияның тақырыбы трансплантация. Осы трансплантология. Яғни Шымкент қаласындағы қазір біз дамытып отырғанымыз бүйрек ауыстыру, бауыр ауыстыру, және де осы жыл жоспарымыз бізде ұйқы безін ауыстыру. Мінекей осы жоспарлар бізде бар. Одан кейінгі тағы жоспарымыз бұрын соңды болмаған онкологиялық орталықта ПЭТ-КТ орталығын ашу. ПЭТ деген позитронды эмиссиялық томография. Ол қазір тек қана Нұр-Сұлтан мен Астана, Алматы қалаларында ғана бар. Яғни ол өте үлкен проект, өте қаржыны көп қажет ететін проект. Міне осыны ашу қазір осы наурыз айында ол жерде жұмыс басталады. Бірінші жартылықта біз өзге сол проектін ашуымыз керек. Оны күні кеше ғана қала әкімі өзінің есебінде де айтты. Одан кейінгі тағы да жаңалықтарымыз бізде Шымкент қаласында жалпы медициналық туризмді дамыту.
Осы бағыттарда қазір біз туризм департаментімен өте көп жұмыс жасап жатырмыз. Бізде қазір жоспар бойынша Швейцария, одан кейін Турция және Корея елінен қазір бізге мамандарды шақырып отырмыз. Олар келіп, осы бағытты бізге талдап жасап беріп, қалай оны дамыту керек, мінекей осылар бойынша жұмыс жасаймыз. Одан кейінгі тағы бір жетістіктеріміз және жоспарларымыз Шымкент қаласында қалалық балалар ауруханасында кардиохирургия бөлімшесін ашу. Ол бана жүрек операция жасайды балалардың. Осы бойынша одан кейінгі үлкен нейрохирургия бөлімшесін ашу. Жалпы осы проекттердің ішіндегі ең атап өтетін проекттің бірі ол қалалық нөмір 2-ші аурухана, бағана айтып өткен фосфоршылар ауруханасында. Ол жерге біз қазір көп құрал жабдықтарды алдық, күрделі жөндеу жұмыстары бітті. Сол жерде біз нейроинсульт орталығын ашу. Нейроинсульт орталығын ашу және нейрохирургия орталығын ашу. Ол да Қазақстандағы номер 1-ші орталық қылып біз соны тырысуымыз қажет. Басқа қалалардан бізге келіп емделу қажет. Тек қана басқа қала емес, басқа шетелден келу керек. Осы бойынша қазір ол жерде біз жұмыстар жасап жатырмыз. Қажетті құрал жабдықтардың бәрін алдық. Орталық Азияда әлі орнатылмаған ангиограф аппаратын алдық. Ангиограф Philips компаниясының ангиограф аппаратын орнаттық. Мінекей осы 1-2 аптадан кейін ол жерде операциялар басталады, өте күрделі операциялар болады. Мінекей жетістіктеріміз осындай біздің жоспарларымыз. Тамаша, осы дүниелердің қолжетімділігі туралы айтайықшы. Қолжетімділігіне айтатын болсақ, 2020 жылдан бастап бізге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енді. Бұл өте тамаша жүйе. Әрине бұл тұпа-тұс пандемиямен келіп қалды. Оған қарамастан бұл жүйе жұмысын жасап кетті. Қазір таңда ешқандай бұл сұрақтар жоқ бұл бойынша. Яғни жалпы Қазақстанда барлық медициналық қызмет түрлерін біз 2 пакеттің аясында аламыз. Осыны тікелей эфирді бүгінгі эфирді пайдаланып мен осыны айтып кетейін. Яғни бірінші ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы пакет, және де тегін медициналық кепілдендірілген көмек деп аталатын пакет. Егер сіз ай сайын жарна төлеп тұратын болсаңыз, сіз 2 қызметтің түрінде аласыз, және бүкіл медициналық қызмет түрлерінің барлығы тегін болады. Бұрын мысалғы магнитті резонанс томография, МРТ, КТ, ПЦР лабораториялар, және де бірнеше медициналық қызмет түрлері ол тек ақылы еді. Тек ақылы еді. Қазір оның бәрі тегін болды. Бәрі тегін, тек қана ай сайын жарнаңыз төлеп тұрсаңыз болды. Ал егер жарнаңыз төленбей қалатын болса, түрлі себептермен жұмыстан айырылып қалсаңыз, немесе басқа да, сіз тек қана міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі пакетті ғана алмайсыз, ал тегін медициналық кепілдендірілген көмек пакетін аласыз. Ол банағы жедел жәрдем көмегі. Ол тегін болады сізге. Ауруханаға жедел түрде түссеңіз, алғашқы көмек тегін болады, және де әлеуметтік аурулар, міне осылардың бәрі тегін болады. Қалғанның барлығы тек ақылы түрде. Сол үшін біз тұрғындарға күнделікті түсіндіру жұмыстарын жасап жатырмыз. Егер сіз жарна төлей алмайтын болсаңыз, сізге тек мынау ғана медицина қызмет түрлері тегін, қалған бәрі ақылы. Күнделікті жарна төленіп жатыр. Десе де түрлі оталарға тоқталайықшы. Қай қызмет түрлері ақылы болуы мүмкін, жоқ әлде жаңағыдай өте ауыр диагноз қойылған науқастарға? Қазір таңда барлық медициналық қызмет түрлері тегін. 100% деп айта аламыз ба? Жоқ, 100% емес. Мысалы, оған кірмейтін косметология, пластикалық операциялар, әрине олар. Енді ол түсінікті, Ол түсінікті. Міне осылар ғана бізде ақылы түрде, қалған барлық тегін. Жүрекке жасалатын операциялар күрделі, олардың барлығы қазір тегін. Бағана мен сөзімде айтқан буын ауыстыру операциялары, олардың барлығы тегін қазір. Оның бір бағасы буын ауыстырудың миллион теңгеден артық. Аса, осының бәрі қазір тегін. Көзге жасалатын операциялардың бәрі тегін. Тек қана сіз жарнаңызды төлеп тұрсаңыз болды. Керемет мүмкіндік дейсіз ғой, расымен. Әрине. Сол үшін бізде емханаларда егер сіздің банағы скринингтен өтетін жасыңыз келсе, барып осы қызмет түрлерінің бәрін алуға болады. Мысалға скрининг жастары болады, 40 жас, 50 жас дейміз, әйел адамдардың өзінің жастары бар. Барып гинекологтың түрлі тексерілу түрлері, кальпоскопия, гистроскопия, рентгеноскопия, МРТ, КТ. Скрининг арқылы бәрі тегін. Тек қана мүмкіндікті пайдалану қажет. Біз үшін бұл да өте тиімді. Алдын алу аурудың және уақытылы диагноз қою. Түсінікті. Енді вакцинацияға оралайықшы. Қазір кезде алғашқы кезеңнің 2-ші компоненттеуі бітті, аяқталып жатыр. Өз сөзіңізді айтып қалдыңыз, дәрігерлерде кішкене қарсы шыққан дәрігерлер болып жатыр арасында деп. Неліктен?
қарсы шыққан дәрігерлер жоқ. Қарсылық білдіргенде қарсы шығып бұл вакцинацияны салдырмау керек деп ондай ешқандай болған жоқ. Жалпы 1 ақпан күні Қазақстан бойынша коронавирусқа қарсы вакцинация келді. Шымкент қаласына 1000 доза келді. Біздің осы 1000 медицина қызметкерлерінің оның 1 компонентін салдық. 22 ақпан күні 2 компоненті келді. Бүгін 3 күн салып жатырмыз, 3-4 күн салып жатырмыз. Қазір таңда 300 адам салып қойды. Мына осы 1-2 күнде оның бәрін салып бітеміз 1000 адамға. Әрине, біз басында осы медбикелерді, дәрігерлерді ешкім күшпен апарған жоқ, мәжбүрлеген жоқ. Бәріне айтылды. Мына осындай салу қажет деді. Соның ішінде бана мен салдырмаймын деп отказ бергендер де болды. Олар әрине өз еріктері. Алайда біз 1 компоненттің бәрін салып бітіп жатқан кезде сол банағы кісілер ойларын өзгертіп, оларды келіп кесекке тұрды. Яғни алғашында кішкене қаламай кейін салдырды дейсіз ғой, түсінікті. Сонымен қатар күні кеше жаңалықтарда беттерінде айтып жатыр, 65 жасынан асқан зейнеткерлерге салуға рұқсат берілді деп жатыр. Бұл процесс қалай жүреді? Қалай осы туралы айтып берсеңіз? Жалпы басында 18 мен 65 жасының арасында ғана салу керек деп айтты. Себебі 18 жасқа дейінгілерге бұл өзін банағы қолданыстағы мынау несі жоқ деп айтқан бізге Ресей Федерациясының әріптестеріміз, оны доказательный медицина бойынша не доказано деп айтқан, және 65-тен асқан адамдарға бұл қауіпті деп айтқан. Алайда қазір таңда оған қазір шектеу жоқ. 65-тен асқан адамдарға салуға болады. Ол бойынша біз алда қосымша және үлкен ақпарат жасаймыз. Осы медициналық мекемелерге берілетін субсидия туралы айтыңызшы. Жалпы қандай қызмет түрлерге қай салаға көбірек беріледі субсидиялау? Бұл туралы айтыласыз ба? Субсидия берілмейді. Қызмет түрін көрсетуге, жекеменшік мекемелерге ондай субсидия деп аталмайды ол. Жалпы Шымкент қаласында қазір таңда 128 медициналық көмек көрсететін ауруханалар, емханалар, клиникалар бар. Соның банағы 36-сы мемлекеттік, қалғанның барлығы жекеменшік. Қазақстан бойынша біз жекеменшік клиникалар бойынша 1-ші орындамыз қазір. Шымкент қаласы жекеменшік клиникалардың бойынша 1-ші орындамыз. Банағы мемлекеттік тапсырыс арқылы қызмет көрсететін бойынша. Яғни біз 1-ші орындамыз. 2021 жылы өте көп жекеменшік клиникалар ашылды. Олар бана мемлекеттік тапсырысты ұтып алып, халыққа тегін қызмет көрсетіп жатыр. Неліктен бізде 1-ші орын, өйткені бізде сұраныс көп пе жекеменшік мекемелерге деген? Жоқ, сұраныс болған кезде, сұраныс та көп деп айтуға болады. Және өздеріңіз баяғыдан білесіздер, оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, бұл жерде бана кәсіпкерлікке өте сәтті клиник орталық. Одан кейін өзіміздің тұрғындарымыз осы кәсіпкерлікке жақындау, сол үшін ашылып жатыр. Оған біз тек қана құптаймыз. Түсінікті. Енді біз уақытымыз таяп қалыпты. Бізге бүгін келіп, осындай ашық әңгімеге ашыла сөйлегеніңізге алғысымыз шексіз. Десе де бүгінгі сұхбатты қорытындыласақ. Жалпы сұхбатты қорытындылай келе, мына пандемияға қайтадан тоқталуымыз қажет. Себебі біз үнемі жасыл аймақта болдық, бірақ бұған біз алаңдатушылық индексімізді төмендетпеуіміз қажет. Әлі коронавируспен күрес жүріп жатыр. Біз оны толыққанды жеңдік деп айтамаймыз. 1-2 күн бұрын ғана 6-7 ғана науқас анықталған, кеше 15 науқас анықталып жатыр. Мінекей, бұл кез келген уақытта ол көбейіп кетуі мүмкін. Кез келген уақытта біз жасыл аймақтан сары аймаққа, немесе сары аймақтан қызыл аймаққа өтіп кетуіміз мүмкін әбден. Егерде біз эпидемиологиялық талаптарды сақтамасақ. Ол бетперде тағу, ол әлеуметтік дистанция және қолымызды антисептикпен жуып жүру. Міне болды, басқа ешқандай. Бұл және өте оңай нәрселер. Осы кезде ғана біз жеңеміз. Әрине қазір бізге екінші құралымыз келді, ол вакцинация. Вакцинацияны біз қазір таңда 1000 адамға салып жатырмыз. Осы бірінші жарты жылдықта біз 100 000 адамға салуымыз қажет. 100 000 адамға, сол үшін қазір таңда медицина қызметкерлері, одан кейін педагогтар, одан кейін құқық қорғау органдар, одан кейін барып басқа халыққа саламыз біз. Шымкент қаласының тұрғындарына, Шымкент қаласының қонақтарына, біздің мегаполистің қонақтарына барлықтарыңызға амандық тілеймін. Ауырмаңыздар, ауруларды алдын алып жүріңіздер. Түсінікті, рахмет сізге тілейміз. Сізге де біз денсаулық тілейміз, ауырмаңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, таныстыра кетейін, бүгін бізде қонақта болған Пазилов Бақытжан Жолдасбекұлы Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы болды. Сұхбатымыз аяқталды. Арында қалыңыздар.